Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Бисмилля деп видеомыз бастайық. Баршаларыңызды жаңа жылмен құттықтаймын. Жаңа жыл сіздерге тек қана жақсылық әкелсін. Бүгінгі видеода сіздерге өзімнің пайдалы кеңестеріммен, өзімнің тәжірибелеріммен бөліскім келеді. Сондықтан видеоны аяғына дейін көрсеңіздер, өздеріңізге пайдалы болады деген үміттемін. Және де комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызға таратсаңыздар, бұл каналда көптеген пайдалы ақпараттар болады. Енді тақырыбымызға оралайық. Бүгінгі видеода сіздерге декор панельге байланысты пайдалы кеңестерімді айтқым келеді. Көбінесе біз осындай декор панельді төбеге орнатқан кезде өзінің осындай арнайы галтельдерін орнатпаймыз. Бұның орнына кәдімгі желімен жабыстыратын галтельдерді қолданамыз. Ол галтельдердің менің өз көзқарасым бойынша екі минусы бар. Бірінші минусы, біз сол галтельдерді осындай декор панельге жабыстырып салатын болсақ, кейінгі кезде мысалға төбені ашу керек болатын болса, мысалға төбе арқылы тоқ жүргізетін болсақ, бұл декор панельді аша алмай қаламыз. Себебі бұл декор панельге біз галтельді желімдеп жабыстырып салғаннан кейін бұны тек қана сындырып алуға ғана тура келеді. Сондықтан біз осындай галтельдерді қолдансақ, әрқашан ашып жабуымызға өзімізге ыңғайлы болады. Бұл бірінші себебі. Екінші себебі, сондай галтель жабыстырғаннан кейін біз оны кірлеп кетсе, үнемі бояп отыру керек боламыз. Сондықтан ол бізге өзімізге қосымша жұмыс. Ал енді осындай пластмасс галтельдерді алсақ, бұны тек қана сүртіп алатын боламыз. Енді бұл галтельдің екі түрлісі бар. Сондықтан мен сіздерге қайсысын алу керек екенін көрсеткім келеді. Енді қазір мән беріп қарайтын болсақ, мына галтельдің мына жері 90 градус болып тұр. Екінші галтельді алатын болсақ, мына жерде былай келіп 45 градус, одан қайтадан былай түзу болып кетеді. Яғни мына жеріміз 90 градус емес. Сондықтан сіздерге осындай 90 градус галтельді алуға кеңес беремін. Себебі неде екен қазір сіздерге түсіндірейін. Мен бұндай галтельдерді осындай кішкентай шүріппен бекітемін. Яғни головкасы кішкентай болғандықтан мына жерге емін-еркін сыяды. Галтеліміздің осы жері 90 градус болғандықтан біз шүріпті осылай бекіткен кезде, мына галтеліміз былай қабырғаға тиіп тұрған кезде тегіс жатады. Яғни шүріппен татқан кезде бұл қабырғаға тегіс жатады. Ал енді мынандай галтельді құрған кезде біз үнемі тура осы жерден біз дәлдеп кейде шүріпті бұрай алмай қаламыз. Өйткені шүрібіміз тайып кетуі мүмкін. Мына жерге тура жақын алатын болсақ, мына галтельді сырып алуымыз мүмкін. Сондықтан үнемі осыны бұраған кезде тура осы қырға келіп қалады. 45 градусын қырына келіп қалғандықтан мына галтеліміз осылай түзу жабыспайды. Мына шүріп тартқан кезде галтеліміз осылай қисайып қалады. Яғни қабырғаға бұлай түзу жатпайды, астыңғы жағы осылай қисайып қалатын болады. Мына жер 90 градус болмағандықтан. Сондықтан галтельді астынан қараған кезде астынан бұлай шел болып қисайып тұрады. Сондықтан осыған мән бере кетіңіздер дегім келеді. Осы жері 90 градус болу керек. Енді мына соңғы соңғы декор панельді жабыстырған кезде мен бұрын скотчпен тартатынмын. Бірақ кейбір декор панельдер болады. Мына замоктары мына жаққа кірген кезде өте қатты, яғни бірнеше күшпен кіретін декор панельдер болады. Яғни соғып кіргіземіз. Сондықтан ондай декор панельдерді, соңғы панельдерді кіргізген кезде скотчымыздың күші жетпей қалады. Яғни скотчымыз үзіле беретін болады. Сондықтан мен осындай кішкентай присосканы қолданам. Присосканың диаметрі 6 сантиметр. Мынандай присосканы қолданбаймыз. Себебі бұл присосканың диаметрі 12 сантиметр. Яғни 2 есе үлкен. Неге мен осындай кішкентай присоскаларды қолданам? Қазір сіздерге ол туралы айта кетейін. Неге мен өстіп жаба салам. Енді осыдан ақырғы декорымызды осымен жабыстыратын боламыз.
Бұндай кішкентай присосканы қолдануымның себебі, өйткені ақырғы полосканы жапқан кезде кейде 10 сантиметр, 8 сантиметр болып қалуы мүмкін. Сондай кездерде мынандай үлкен присоскамыз жаңағыдай мына жерге сыймай қалады полоскамызға, яғни оны тарта алмай қаламыз. Сондықтан осындай кішкентай присосканы қолдануға кеңес беремін. Енді присоска туралы көрсетіп тұрғаннан кейін мына екі присоска туралы да айта кетейін сіздерге. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Мінекей былай қарағанда екеуі бірдей присоска болғанмен, біреуі пластмасс, біреуі алюмин. Негізінде екеуі бірдей сияқты болғанменен, бірақ мына алюмин присоскамыз сәл жақсырақ сияқты өзімнің жұмыс істеу барысында байқап қалғаным. Себебі былай қарасаңыздар, резинка жағынан мына алюминіміз қалыңдау резинкасы, пластмастікі жұқалау. Мінекей. Бұл бірінші айырмашылығы. Екіншіден, мына пластмасс мысалға далада бір присоскамыз мысалға қалып, не болмаса далада жұмыс істеген кезде, аязды кездерде құлап қалатын болса, бұл пластмасс сынып қалуы мүмкін. Әрине бұл менің жай бір ойым, дегенмен де пластмасс жаңағыдай қатты аяздан бір биіктен құласа сынып қалуы мүмкін. Ал алюмин олай сына қоймайды. Сондықтан осындай присоска алатын болсаңыздар, осыған да мән бере кетіңіздер дегім келеді. Мінекей осындай кішкентай присоскалар осындай коробкада, мінекей бағасы небәрі 1000 теңге тұрады. Енді осы декор панельді жасаған кезде ең бірінші бөлменің ұзындығын есептеп алғанымыз дұрыс. Өйткені аяқ жағына келгенде мүмкін бір 3 сантиметр, 4 сантиметр полоска қалып қалуы мүмкін. Яғни ондай 3-4 сантиметрді мынандай тіпті 6 сантиметрлік присоскамен де тарта алмай қаламыз. Өйткені сол 4 сантиметрге мына присоскамыз сыймайды. Сондықтан алдын ала төбемізді есептеп, егерде аяқ жағында осындай 3-4 сантиметр қалып қалатындай болса, онда ең бірінші полосканы бір 3-4 сантиметрге кесіп жібергеніміз дұрыс. Сонда мына жақта жаңағыдай 18 сантиметрдей қалатындай қалсақ, сонда біз осы присоскамен тарта аламыз. Яғни екі жаққа да полоскамыз тең болып тұрады. Сонда ескере кетіңіздер дегім келеді. Және де осындай ұсақ шүріпті қолданғандарыңыз дұрыс. Осындай галтельге кейбіреулері байқап жүрмін, мына жерден степлермен ата салады. Яғни мына жағы бекітілмейді. Жаңағыдай галтеліміз бос болып тұрады. Ол жаңағыдай бір жағынан әдемі де көрінбейді, астыңғы жағы бәрі ашық тұрады. Сондықтан міндетті түрде осы жерден шүріппен бекіткендеріңіз дұрыс. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.